Hello, my lovely students. Бүгінгі сабақта біз 4-ші сынып ағылшын тілі пәнінен 92 және 93-ші беттегі тапсырмаларды талқылайтын боламыз. Ең әуелі осы видеоның соңында көрсетілетін YouTube каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Себебі ол өте пайдалы YouTube канал болады. Дәл осы YouTube каналға өте ұқсас, дегенмен ол жақта кітаптар салынбайды. Тегін ағылшын тілін үйренуге болады бұл жақтан. Сол себепті ол жаққа тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Okay, so Unit 8 Wonderful World деп тұр, тамаша, яғни ғажайып әлем дейді. Бұл жерде бізде ғажайып әлем, яғни бұл тақырыпқа байланысты қазір не көреді екенбіз қарап шығайық. Exercise 1. Which runs on batteries and which runs on electricity? Which run on batteries and electricity? Tell the class дейді. Сыныпқа мына жақтағы суреттер туралы айтып кетуіміз керек дейді. Сыныпқа. Ал бұл жердегі заттар бізде қай энергия көзінен жұмыс жасайтындығы туралы айтып өтуіміз керек. Яғни батареямен ба, әлде электр тоғымен жұмыс жасайды ма? Сол туралы айтып өт деп тұр, суреттерге қарап жасап шығуымыз керек. Мысалы, дейді, біріншісін көрсетіп қойыпты, газовая плита. Газды біз немен қолданамыз деп тұр. It runs on electricity. Яғни ол электр тоғымен жұмыс істейді деп тұр, электр тоғымен істейді, біріншісі. Ал екіншісіне қарайық. Екінші ол бізде немен істейді? It runs on batteries. Бұл бізде батареямен істейді. Үшіншісі, it runs on electricity. It's lamp, right? Бұл бізде лампа. Лампа бізде electricity, яғни электр тоғымен жұмыс жасайды. Батареямен емес, электр тоғымен. Төртінші бізде, ол бізде, мына жаққа қарай береміз. Төртінші ол бізде it runs on batteries, яғни қолшам деп айтады ма? Фонарик, ол бізде батареямен жұмыс жасайды. Бесінші it runs on batteries and the sixth it runs on batteries, Бізде бұндай ойыншықтар да, сағат та, барлығы бізде батареямен жұмыс жасайды. Exercise 2. Екінші тапсырмаға енді қарайық. Do they runs on деп тұр, Do they runs on batteries or electricity? Мына жақта төменде көрсетіліп тұрған заттарға қараймыз. Енді бұлар бізде батареямен жұмыс жасайды ма, жоқ, әлде электр тоғы арқылы жұмыс істейді ма деп тұр. Өзіңнің досыңа айт деп тұр, Ал енді бұларды қарап шығайық. TV, watch, MP3 player, CD player деп тұр, Ал енді мынау бізде MP3, бұл бізде магнитофон, сағат және де теледидар. Теледидар бізде тоқпен жұмыс жасайды, электр тоғымен жұмыс істейді. Дәл осылай ағылшынша айтуымыз керек. The TV runs on electricity. Теледидар тоқпен жұмыс істейді. The watch runs on batteries. Сағат бізде батареямен істейді. The MP3 player runs on batteries. MP3 ол бізде батареямен жұмыс істейді. The CD player runs on batteries. CD player ол бізде мынау магнитофон, бұлай қолға ұстап жүретін біздің колонкаларымыз, магнитофондарымыз, ол бізде батареямен істейді, Ал енді ары қарай, can you add some more деп тұр. Сен бұдан да басқа тағы да қосып айта аласың ба, ақпарат бере аласың ба басқа заттарға деп тұр. Мысалға былай жазсақ болады, A lamp runs on electricity. Лампа ол тоқпен, электр тоғымен істейді. A phone runs on batteries. Телефон ол бізде батареямен істейді деп осылай көрсетсек болады. Бұдан да басқа қандай заттарды білеміз, оларды да дәл осылай жазатын болсақ болады. Өзіміз балалар өз идеямызбен басқасын жазып алсақ та болады, Тек қана бұл жерде қоятынымыз runs on electricity, runs on batteries деп айтамыз. Ал мына басына біз тек қана заттарды қоямыз. Не қоямыз? Мысалы, лампа, телефон, телевизор, тағы да не бар, басқа да осындай заттарды
қойып айта берсек болады. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.